Ассалаумағалейкум қазақ елі, қалайсыздар? Менің аты жөнім Айнаев Ернұр Исабекұлы. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бұл жақта мен сіздермен ерлер денсаулығына байланысты пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Апта сайын сіздермен жаңа пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Бүгінгі біздің талқылайтын тақырып ол қазіргі кезде ауқымды, жиі кездесіп жатқан тақырыптардың бірі ол крипторхизм диагнозы. Яғни аталық бездерінің умаға түспей қалуы. Сіздерге түсінікті тілмен айтқан кезде, бұл біздің нәрестелеріміз туылған кезде жұмыртқаларының орында болып туылмауы. Бұған алып келетін себептерге келетін болсақ, бұл мамасының анасындағы екіқабат кезіндегі проблемалары немесе ішіп жеген тамақтары қатты әсер етеді. Мысалға алатын болсақ, егер анасы екіқабат кезінде угроза болған болса, угроза кезінде больницаға жатқызып бізде гормоналдық дәрілер салады, баланы сақтап қалу үшін. Енді бас кетіп жатқан кезде шашқа қарамайды дейді ғой. Баланы бірінші мақсат бұл жерде баланы сақтап қалу керек. Ал қалған проблемаларды кейін дұрыстаса болады. Сол үшін ол мамасына баланы сақтап қалу үшін әйел гормонын енгізеді. Әйел гормонын енгізген кезде, мысалға айтатын болсақ, дюфастон деген сияқты гормондар, оны енгізген кезде анасының құрсағының ішінде қыз болса, оған ешқандай проблема болмайды. Егер бала болатын болса, осы жұмыртқаларына қатты әсер етеді. Егер ол жұмыртқалары бала туылған кезде түспей қалып туылуы мүмкін. Егер түсіп туылған болса да, жұмыртқалары дұрыс өспей қалуы мүмкін. Мүшесінің размері кішкентай болып өсуі мүмкін. Көрдіңіздер ме? Сол үшін екіқабат кезінде мамасы өте қатты сақ болу керек. Алдын ала екіқабатты жүктілікті планировать етіп көтерген дұрыс. Екінші мәселе ол мамасының ішіп жеп жатқан тамақтарына да байланысты. Қазіргі кездегі біздің ішіп жеп жатқан тамақтарымыз ол эстроген содержащий әйел адам гормонын көтеретін тамақтарға өте көп болып кетті. Ол тәтті сусындар, жеп жатқан тәтті тағамдардың бәрі ол әйел адамда сахарды көтереді. Әйел адамның өзінде әйел гормонын көтеріп жібереді, ол балаға сосын тікелей әсер етеді. Мысалы, мынау көбісі қазір правильное питание деп фрукты жеуге тырысып жатыр да, ол фруктыларымыздың өзі сырттан келген болғандықтан ол жаңа дұрыс жақсы сақталу үшін оның өзін сырттарын обработка жасайды. Сол обработка жасалып жатқан жаңағы химикаттардың өздері ол анасынан баласына әсер етеді. Сосын жүктілікке жоспарламаудың алдын кейбір кісілер, мысалы әйелдер контрацептивті қолданады, көтеріп қалмас үшін. Ол контрацептивтарды дұрыс қолданбаған кезде, ортасында дәрілерді өсіп қойған кезде көтеріп қоюы мүмкін. Сол көтеріп қойған кезде ол әйел гормонын қанда көтеріп тұрады. Көтерілгеннен кейін ол егер құрсағында бала болған болса, бізде органдардың бәрі бастапқы 3 айда формироваться етіледі. Сол кезде ол әйел гормоны баланың мүшесіне, жұмыртқасына қатты әсер етеді. Сосын эко жасалған кезде, мысалы көбісі жел тұрмаса, шөптің басы қимылдамайды дейді ғой. Көп кісілер эко жасатпаймын, экоға қарсы болып жүреді. Неге жасатпайсың деген кезде, ол экодан туылған балаларда баласы болмайды екен деп айтып жатады. Ол негізі ондай қате түсінік, ол миф. Бірақ оның да жаны бар. Не үшін? Себебі әйел адамды жаңа бала көтерту үшін, жатырын дайындау үшін өте көп әйел гормонын береді. Сол әйел гормонын көп берілген кезде, іште бала қалыптасатын болса, определенный уақытта ол балаға мүшесіне, жұмыртқасына солай қатты әсер ететін болады. Сол үшін жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды деген осы. Бірақ оны бала туылған кезде дұрыстап, оқыпты қарап, жұмыртқасын тексеріп, көмектесетін болса, уақытында оны дер кезінде көмек көрсету арқылы восстанавливать етіп, ол балада ертең бала болу возможностьін қалыпқа келтірсе болады. Бірақ оны дер кезінде көмектесу керек. Енді бізде не істейді? Бала туылған кезде бізде оны өкінішке орай в лучшем случае хирург дәрігерлер қарайды, немесе көрсетпейді де, ештеңке мазаламайды деп, мысалы 20-30 жасында жұмыртқасы орнына түспей келіп жатқан балалар бар, жоқ емес. Ал кішкентай балалардың өзін дамытпаған, жетілмеген дәрігерлер 5-7 жасында түсіреміз деп жатады. Оның өзі кеш. Соңғы зерттеулер бойынша
жұмыртқасы орнына түспей қалған болса 2 жасқа дейін ота жасап оны түсіру керек. Көп ата-аналар қорқып жатады, наркоз беріледі балаға, обал ғой, кішкентай ғой деп. Егер балаңызды аяйтын болсаңыз, осы операцияны ерте жастан жасап алыңыз. Себебі бұл операцияны 2 жасқа дейін жасамайтын болсаңыз, 2 жастан бастап уже бұл жұмыртқа бізге сперматогенез бөледі ғой, тестостерон гормонын береді, сперматогенез бөледі. Сол сперматогенез бөлетін клеткалар қалыптаса бастайды. И сол кезде ол жұмыртқа іште орналасқан болса, сол клеткалар дұрыс қалыптаспайды да, бала жетілген кезде ол балада бесплодие болу қаупі жоғары болады, біріншіден. И бұндай балаларды біз тексерген кезде мынандай жағдайлар кездесіп жатады. Бала бір жұмыртқамен туылды, бір жұмыртқасы жоқ. Кейбір ата-аналар келіп бізге айтып жатады, мен балам бір жұмыртқамен туылды деп. Біз екінші жұмыртқасын іздейміз, бірінші қолмен қараймыз. Жоқ болса УЗИ-ға түсіреміз, жоқ болса МРТ-ға түсіреміз, жоқ болса лапароскопия деп камерамен ішін тесіп қарап, ішінде жоқ па екенін анықтаймыз. Сол кезде көпшілік сұрақ қойып жатады, неге сонша оны тексеріп жатсың? МРТ-да жоқ, бір жұмыртқамен туылды деген диагноз қойса болады ғой деп. Олай емес. Неге біз сонша тексереміз? Себебі, егер ол жұмыртқа іште қалып қойған болатын болса, біріншіден ол жұмыртқаға антитела бөлінеді, денеден ол жұмыртқа мысалы іш құрышта тұрмау керек. Еркекте ол артық зат, бөтен зат болғаннан кейін антитела бөлінеді да, оны өлтіріп тастайды. Біріншіден, екіншіден антитела қай жұмыртқаға бөлінгені айтылмайды. Ол сау жұмыртқаға да атака жасайды да, сау жұмыртқаны өлтіріп тастауы мүмкін. Бір жұмыртқаның кесірінен екінші жұмыртқа да өліп қалуы мүмкін. И ол бесплодие қалып келуі мүмкін, біріншіден. Екіншіден, іште қалған жұмыртқа жас өскеннен кейін, зерттеулер бойынша 25 жастан кейін дейді көбінесе, ол малигнизация дейді, атипичный клетка или онкологияға айналып кетуі мүмкін. Сол үшін ол жұмыртқаны біз максимально іздейміз. Жұмыртқа табылмаған жағдайда ғана біз бір жұмыртқамен туылды деген диагноз қоямыз да, содан кейін барып успокоить етеміз. Егер жұмыртқа табылып жатса, оны ерте жаста түсіру керек. Максимум жаңағы 2 жасқа дейін түсіру керек деп жатырмыз ғой. Енді уақыт өткізіп алған болса, 5-7 жасында да біз оны түсіреміз, постоянно наблюдать етеміз, қарау керек болады. Ол жұмыртқаны ұмытып кетпейміз. Бізде не істейді? Операция жасатады, сосын аумен лақөкпер жоқ. Келмейді, тексерілмейді, қаралмайды. Ол жұмыртқа жетіліп жатыр ма, жетіліп жатқан жоқ па, жасына сай дамып жатыр ма, дамып жатқан жоқ па, тексерілмейді. Оны тексеріп отыру керек болады. Себебі ол жұмыртқа операция жасау бір бөлік, ол ары қарай дамып кету, ол екінші сұрақ. Дамып кетті ма, ол дамып кеткен жоқ па, соған байланысты. Сол үшін ол жұмыртқаны подростковый периодқа дейін өсті ма, гормон продуцировать етіп бастады ма, бастаған жоқ па, тексеріп, қадағалап отыру керек болады. Жылына хотя бы 1 рет УЗИ-ға түсіріп отыру керек болады. Енді мынандай жағдайлар кездесіп жатыр. Көп жағдайда келеді, мамалары жұмыртқасы жоқ дейді, қарасан жұмыртқасы тұрады. Көтеріліп, төмен түсіп отырады. Бұл ложный крипторхизм дейді. Бұндай кезде біз не істейміз? Максимально ата-аналарына байланысты енді. Ата-аналар жұмыртқаларын қадағалау керек. Көп уақытта жұмыртқа орында тұратын болса, онда біз оған тимейміз. Сосын УЗИ жасаймыз. УЗИ-да 2 жұмыртқасы да бірдей дамып келе жатқан болса, оған да тимейміз. Егер ата-анасы айтса, жұмыртқасы көп жағдайда жоғарыда көтеріліп тұрады, түнде ұйықтаған кезде де көтеріліп тұрады дейтін болса, аз уақытта ғана ол жұмыртқаны қолмен түсірген кезде ғана түседі. В основном іште орналасқан дейтін болса, УЗИ-ға түсірген кезде бір жұмыртқасы екінші жұмыртқадан дамуы размері төмендеп тұрған болса, онда ол жұмыртқаны төмен түсіріп, фиксировать етіп қою керек болады, операция жасап. Сол үшін балалардың жұмыртқаларын тексеру керек. Бұл өте серьезный диагноз. Ертең осы жұмыртқаны уақытылы қарамаған үшін баланың болашағына балта шабатын боласыздар. Бала ол кішкентай, ертең сізден сұрайтын болады, неге мені тексертпедіңіз, неге мені уақытылы апармадыңыз деп, ертең ол балаға сіз жауап беретін боласыз. Сол үшін бала туылған кезде маманға, шымшық сойса да маман сойсын дейді ғой, сол сияқты маманға көрсету керек. Хирург ол өзінің жаңағы қарайтын органдары бар. Бұл жақты жұмыртқаны, мүшені қарайтын дәрігер, ол уролог, андролог дәрігер. Сол үшін егер сіздің региондарыңызда уролог, андролог жоқ болған болса, жақын жердегі қалаға апарып көрсетіңіздер. Себебі бұл жұмыртқа
баланың мүшесі қазір ойыншық емес, өте үлкен проблемаларға алып келіп жатыр. Сол региондарға апарып, бір рет апарып көрсетіп алғаныңыз дұрыс болады. Егер видео пайдалы болған болса, өздеріңіздің отзывтарыңызды жазып кетіңіздер. Келесі видеода қандай ақпараттар алғыларыңыз келсе, соларды комментарийға жазып кетсеңіздер, сол ақпараттарды біз айтатын боламыз.